Жоқ, кіре береміз. Құдай қонақпыз, алыстан келген. По законам Чингисхана. Міне, мынау жоқ қой деймін. Ағажайып ханым, жоқ. Жоқ екен. Міне түсірші ма? Ағажаева Асен Борисовна сол әкім орынбасары. Аха. Енді кімге анау қабылдау бөлмесіне кірейік? Саламатсыз, здравствуйте. Секретарь. Сәлематсыз. Әкім мұнда отырады. Адам жоқ. Замакин. Орынбасар бар ма? Сними меня. Слушай, блин, тут на казахском языке в Ридере разговаривают люди вообще, вот, должностные лица. Вот девушка зашел, она не знает казахский язык. Туда, анда-манда кірсем, она даже не работает здесь, получается. Сидит здесь. Да, администрация города Ридер. Я сам заместителем Акима работал в городе Балхач. У вас тут большие нарушения наблюдаю. Ну-ка, бес мне говорит, ничего не ехал. Жарайды ма? Ешкім жоқ болса. Жоқ, қалай ешкім жоқ. Орында біреу болу керек қой. Жұмыс орнында біреу болу керек қой. Жұмыс орны ғой. Это, сағат түсірші. Не, сағат 5. Мне сағат 5. Не, тарсылдайды ма? Тарсылдатшы. Көрші. Қосантаев Дархан Дауренбеков. Бар ма біреу? Вы это сообщите. Біреу бақшы. Жаңа ғана сұрақтарыңызды тағы қойыңыз. Алла. Я сол мектепті қалдырылсын қазақша оқу талабын. Міне, рухани жаңғыру бағдарламасы дейтін. Үздік тәжірибесі байқауына марапатталады екен. Не үшін марапатталады деймін, Ридер қаласы? За исполнение программы. Соны айтам, оның қалай олар орындап жатыр? Қазақша сөйлемесе, е? Иә. Келем дедім ма? Шам қазақ. Кім? Ассалаумағалейкум. Осында сіз бе? Жоқ. Кешіріңіз. Сәлематсыз. Отдел по управлению персоналом. Мына жерде қазақша сөйлейтін адамдар бар ма? Тексейші. Абрамов. Ақша төлейміз ғой олар енді, иә? Добрый день. Саламатсыз ба? Кешіріңіз. Специалист отдела внутренней политики. Ассалаумағалейкум. По специалитете проводите со СМИ. Білмейсіз бе? Мынау да қазақша білмейді. Сонда қалай ол? Сіз кім боласыз? Вы откуда? Мемлекеттік тілі. Вы откуда? Қазақстан Республикасы азаматы. Хорошо, но вы как прошли сюда? Екі аяғымен кірдік. Иә. Кіруге ол мемлекеттік мекеме қой. Вам кім нужен? Орынбасарлар. Жоқ, сіздің кім бол? Почему вы казахским не владеете языком? Я на должном уровне учу его сейчас. Как это вы учите? Я вот, если не ошибаюсь, ну так, визуально вы, наверное, казах этнический? Ну просто интересно. Нет. Нет? Кто вы? Это сейчас не Не относится важно, к этому, да? Не важно, да? Почему вы не владеете госязыком? Вы на должности здесь. Вы работаете в Акимате. Мы, народ Казахстана, платим вам деньги за это, за то, чтобы вы нас принимали на государственном языке. Почему нам не может никто ответить на госязыке? Вам никто не отказывает. Вы отказываете? Я вам не Қазақша отказываю. сөйлеңіз. Сейчас вам кто нужен? Мына кісі сөйлемейді. Ана кісі сөйлемейді. Ешкім сөйлемейді, қалай Кешіріңіз, сөйлейді? вот сұрап қояйыншы. Сіз қазақ тілі білесіз бе? Пожалуйста, вы сейчас Не, находитесь қазақ в тілі режимном білмейді. объекте. Сіз, қыз, апай. Режимный емес, бауырым, режимный ол түрме. Режимный объект. Хорошо. Это не режимный объект. Это режимный Это объект. общественный объект. Бұл әкімшілік. Біз мында қалай кірдік, сүріп жатырмыз. О, О чем ты говоришь? халық. РГУ Вы меня 17. туда не Я вас пропускаете. пропускаю. Ну, тогда отойдите, уберите руку. Здесь находится рабочий документ, пожалуйста. Сейчас из мемлекеттік тіл сөйлемесіз бе? Қазақша айта аласыз ба? Жаңағы айтқан сөздерді? Не знаю. Білмейді. Міне, ну-ка, мына жерге. Пожалуйста, давайте в рабочем порядке. Сіз қазақ тілі білесіз ба? О, міне, бір кісі қазақ тілі біледі. Кешіріңіз. Оны бердік қой. Мына кісі қазақша білмейді. Кешіріңіз. Сіздің есіміңіз кім болады? Асет Ерсаинович, иә? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Анда жерге бардық, мына жерге бардық. Ешкім қазақша білмейді, сөйлейді. Біз Ресейде жүрген сияқтысыз ба? Ол қабылдамайды ешкім. Осы орынбасары. Ол қабылдамай тұрды, сол кабинетке кіріп жатыр. Бәрібір. Өйткені біреусі ауырып. Жоқ, Ағажаева ауырып жатыр, иә? Иә. Екінші орынбасар қазақ кетсе, үшінші орынбасар шығып кетті. Жарайды, олардың орнына кім бізді қабылдай алады? Мен мысалы Павлодар қаласына келдім. Сіздер қабылдауға келетін болсаңыздар, астыда кеңседе
тіркеліп сізге сонан кейін хабарлап айтады осындай күні осындай уақытта жоқ андай не сіздерді фронт қабылдауға. офисқа енді ішкі саясат қайда сізде? Ішкі саясат бөлек ғимаратта отырады, сол жерге барып сөйлесуіңізге болады. енді кешірім сұраймын мен. Маранникова Татьяна Анатольевна. Сіздер телефонға түсіріп отырсыздар ма? Не? Онлайн. Мемлекеттік мекеме ғой. Ол қай жерде жарияланатын болады? Тікелей эфир. Қазақ тілі білмейтін не мысалы. Жаңағыны сұрап отырсам, қазақ тілі білмейді. Маралбаева Сәуле Қанатбековна. Сәлеметсіздер. Саламатсыз, кешіріңіз. Сіз қазақ тілін білесіз ба? Білесіз, иә. Екі кісі осы әкімшілікке Риддер қаласында қазақ тілі біледі. Сіздер алдын ала жазылып бердіңіздер қабылдауға? Мен жоқ, біз сұрағыма негізі- жауап бермедіңіздер ғой. Жоқ, біз негізі жаңағыны үстіне көтерілдік. Ана кісі Маслихатта? иә, маслихатқа. Иә. Сосын сұрадық, әкімшілік қайда? Астында дейді. Енді сол астымен түстік та. Орынбасарына кірейік. Жоқ, Егер ондай мүмкіндік былай болмаса болсын, кетеміз. иә, тәртіп бәріне бірдей. Егер де сіздер қабылдауға келетін болсаңыздар, алдын ала жазылу керексіздер. Жарайды, түсіндім. Иә, ереже бойынша сіздерге иә хабарлап айтады. Біз просто бір сұрағымыз рахмет, бар. бауыр. Анау, Қазақ мектеп туралы бар ғой бізде. Иә. Кім Ол жауап енді береді? білім бөліміне барып хабарласуыңызға болады, өйткені ол мектеп бойынша тек қана солар құзырлы болады. Немесе облыста басқарма бар. Сол жерде анықтаулар. Жоқ, әкімшілік білмей ме сонда? Әкімшілік өз тарапынан жұмысын атқарып жатыр, ал бұл мектеп болатын болса, ол білім бөліміне қарасты. Жоқ, қарасты оған бәрі Енді маған сіз бағынысты ғой. дәрігерге барған кезде травматологқа барып көзім ауырды демейсіз ғой. Жарайды, болды. Жоқ, жарайды, түсінікті. Рахмет, аға. Жаңағы кісі қабылдайды деді ғой, иә? Иә. Сонымен не істейміз? Біз кетеміз ба? Қаламыз ба? Жоқ, ұсынысты қалдырайық. Иә. Бір ауыз сөз, иә. Депутатқа маслихаттың ұсынысты қалдырдық. Жаңағы мектепті қалдыру үшін қазақ тілде 11-ші мектеп дейді қазір, бұрынғы шаңырақ. Негізі ой бойынша қазақ тіл мектеп болып жоспарланып салынған. Иә, бүкіл проектный сметный документация бойынша. Жер болын соған, иә. Иә, жерді бөлініп соған қазақ мектеп саламыз деп. Енді біз келген кезде ол қазір смешанный әртүрлі мектеп болып тұр да, қазақ, орыс мектеп болып тұр. Негізі қазақ мектеп болып қала беру керек еді. Сол. Жоқ, біз ана адамды қанша күтеміз біз? 6-ға дейін отыратын шығар енді. Тоқылдатып көру керек, есік. Неге бармаймыз ба? Жаңағына қайда баратын? Микульскияға ма? Микульская? Аха, болды онда сол жерге барайық. Микульскияға барайық, рахмет. Масқара, не болып кетті? Қазақ еліміз. Ресейге кеткен сияқты, Ресейдің бір дозы болып кеткен сияқты ғой. иә? Сау болыңыз. Рахмет, аға, аман болыңыз. Сау болыңыз. Атамызды түсірші. Қазақша білетін атамыз, рахмет сізге, Алла разы болсын, осы Риддерді Иә, сөйлейтін ақсақал. қазақтар табылды ғой. Иә, аман болыңыз, иә. Не масқара ма? Мына жаңбыр басылмады, иә? Үлгіреміз ба? Сағат 5 болды негізі. Үлгіреміз ба? Ана Микульская. Не, она как представитель народа, депутатов, должна это сама взять. Я же сказал, вы в виде обращения приняли, она сказала, приняла. Все. Иә. Понятно вам обращение? Да, понятно. Я еще заставил проговорить, оставить казахскую школу там, она говорит, да, я понял. Қазақша сөйлеш. Иә, қазақша сөйлеңдер. Ұят болады. Нет, просто вот тағы да этот, давай бурлайық на камераны. Бурбал, я. Масқара қазақ елі, осы әкімшілік, анда-мында өздері көріп жүрсіңдер. Не болып кетті, не болып баратыр, а? Не болып баратыр, ау, десек, қателеспейміз. Масқара жағдай. Қай жаққа? Жоқ, басқа жерлер қалмады ма қазір? Вообще баратын? Она немного как чай, вон, да? Микульская. Кеттік. Так, отдел образования тогда. Каждый из моих. Ол қашып кететін шығар. Они за друг друга предупредили. Қашып кетеді қазір. Қашып кете ма? А как анау жұмыс? Жұмыс неше кезінде? Сағат неше? 5 қой. 5, иә? Қандай істеу керек қой? Иә. Орынбасарлар екеу жоқ, біреу қабылдай алмады, короче, сонымен. Иә. Он по строительству еще. Сол достар. Роза, моза. Иә. Розалар.